жалғыз қалғанда да Алла сенімен бірге екендігін білсең, сен күнәға бармайсың. Әрбір мұсылман адам Алланың Әр-Рақиб деген есімін жадынан шығармау керек. Әр-Рақиб деген Алланың бақылаушы деген есім. Бақылаушы не? Алла сені 24/7 көріп тұр, 24/7 естіп тұр, 24/7 Алла сені сенен де артық білуші, бақылаушы. Білесіз ба? Алла тағала ұйықтамайды, қалғымайды. Құранда келгендей. Демек, Алла тағала Ар-Рақиб екендігін санаңа сіңіріп иман келтірсең, Алланың бақылаушы деген болды. Сен күнәға бармайсың. Камера жоқ жерде де, адамдар жоқ жерде, жалғыз қалған кезде сен Алла саған сенен де жақын екендігін, сені көріп тұрғандығын, естіп тұрғандығын, бақылап тұрғандығын білсең, сен күнәға бармайсың. Күнәға неге барады? Адам Алладан алыстаған кезде. Сонда Алланың Ар-Рақиб есімін, бақылаушы есімін жадыңнан шығармасаң, жалғыз қалғанда да Алла сенімен бірге екендігін білсең, сен күнәға бармайсың.